Теміртау қазақтың қаласы болса да, сол кезде онда тұратын халықтың 94-96% орыстар болды. Кішкентай күнімнен бастап қазақтың сөзін, қазақтың мінезін аз естіп, аз көріп өстім. Жұмыс барысында көше бойында жиі төбелес болатын. Соның бел ортасында қазақтың намысын қорғап, мен аз жүрген жоқпын. Егер менде намыс болмаса, өз ана тілім қазақ тілін үйренбес едім. Үйренемін деп өз-өзіме серт бердім. Мен қазақпын. Өз ана тілімде ойламасам, мен кім болғаным? Бұрынғыдай басқа тілде сөйлеп, сол тілде ойланып жүре беруді өзіме ар санадым. Өз ана тілімде сөйлемегеніме намыстандым. Күнде өз-өзімді тәрбиеледім. Құпиямды айтайын, мен қазақ тілін өлең арқылы үйрендім.